Бүгін біз Елордада жалпы қалалық жас құтқарушы слетін өткізіп жатырмыз. Өздеріңіз байқап отырғанда, бүгін біздің шарада 34 мектеп қатысты. Жалпы сан алғанда 500-ден астам балалар болды. Қала әкімінің орынбасары Кизатов мырза осы шараға қатысып жатқан директорлардың марапаттауын берді. Әкімнің қолынан жасалынған алғыс хаттар. Сонымен бірге қазіргі кезде осы жерде бізде жалпы жарыс 7 түрінен өтеді. Біздің құтқарушы спорт алаңында 4 түрінен өтіп жатыр. Өрт сөндіру жиынын жасау, эстафета, медициналық көмек көрсету, және де визитный карточка, эстафета, визитный карточка бойынша. 34 команданың арасында бірінші орынды иелеген бізде 65-ші мектеп, екінші орында 41-ші, үшінші орында 8-ші мектеп. Сонымен бірге 7 номинация бойынша әр қатысқан командаларға сыймен арнайы қағаздар берілді, алғыс хаттар. Сонымен бірге осы жарысқа қатысқан ең жас құтқарушы және де осы жарысқа ұмтылған командаларды да марапаттады.